Қыздар, біз үлкен ақ гүлді тоқу үшін бірінші ақ жібімізге осылай моншақты өткізіп аламыз. 11 моншақ, 11 моншақ. Бұны тоқу барысында артық-артай жылжытып отырып тоқимыз. Ортасын мен басқа түсті жіппен бастап тоқимын. Ол үшін кольцо жасаймыз. Бір закрепляющий петля. Кольцоға 11 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 және соңғысы 11. Енді жинап домалақ жасаймыз. Бірінші петлямен соединять етеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Енді біз 3 воздушная петляға жоғары көтереміз. 1, 2, 3. Накиділіп, дәл осы соединять еткен жерге 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Бірінші столбик, және тағы осы жерге 1 столбик. Крючоктан жіпті шығарамыз. Бізде осындай 3 столбик с накидом тұр. Бірінші воздушный петля көтерген жеріміздің бір қабырғасынан өткізіп, мына шығарған жібімізді осы жерден тартып шығарамыз. Бастарын біріктіреміз де мынандай пышка жасаймыз. Бір воздушный петля. Накиділіп, келесі петляға 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, екеу, дәл осы жерге тағы үшіншісі. Үшеу. Жіпті кішкене шығарамыз да, енді мына пышкаға тиіспейміз. Осы жердегі 3 столбиктің ең біріншісіне екі қабырғасынан да кіргізіп, мына жіпті осы жерден шығарамыз да тартамыз. Екінші пышка бітті. Попкорн сияқты узор. Енді бір воздушная петля. Осындайлардан бізде 11 шығу керек. Әр петляға 3-3-тен столбик тоқимыз. Әр петляға мына жерге 3 столбик с накидом, с одним накидом тоқып аламыз. Бастарын біріктіріп, бір воздушный петля тоқимыз. Әр столбикқа 3-3-тен бір узордан бір раппорт узор тоқып отырамыз. Так, 2 столбик с одним накидом, 3-ші столбик с одним накидом. Жіпті кішкене шығарамыз. Ең бірінші столбик тауып, бірінші столбиктің петлясынан, екі қабырғасынан да өткізіп, крючокты, мына жіпті осы жерден тартып шығарамыз. Және бір воздушная петля. Келесі столбикқа 3 столбик с одним накидом. Келесі петляға. Енді біріншісіне кіргізіп, мына жібімізді тартып шығарып, басын біріктіріп, бір воздушная петля. Бізде біреу, екеу, үшеу, төртеу болды. Осындайдан айналдырып әкеп, соңына дейін тоқимыз. Бізде 11 болу керек. Қыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді соңғысын тоқим, 11-шісін. Біреу, екеу, үшеу. Петляны шығарып қойып, бірінші петляға кіргізіп, мына жұмыс жіпті бүйтіп тартып шығарып, бір воздушная петля. Енді келесі жоғарғы жағындағы петлямен соединение жасаймыз. Соединение столбикпен соединение жасап, жібімізді бір воздушный петлямен шығарып, жіпімізді кесіп тастаймыз. Бізге бұл жіп енді керек емес. Мен осындай ұзын қылып алып қалам көк жіпті, основной жіпті. Домашний тапочкамда осындай көк жіп. Осымен кейін гүлді бітіргеннен кейін тігетін боламын домашний тапочкаға. Қыздар, міне бізде ортасы дайын. Енді біз моншағымызды дайындап, осылай ақ жіпке өткізіп аламыз. 11 моншақ, 11 моншақ, 22 моншақ өткізіп аламыз. Моншақтарды арт жағына қарай ысырып қоямыз. Бірінші қатар бізде моншақсыз тоқылады. Қалаған жерлеріңізден жұмыс жібін тартып шығарып алып, бір воздушный петля көтереміз. Осы жерге бір столбик без накида. Біз мынандай екі пышкалардың ортасына кіргізіп тоқитын боламыз. Енді 3 воздушная петля. Үшеу. Дәл осы жерге тағы 2 столбик без накида.
бізде сонда мынандай ұшбұрыш сияқты, арка сияқты осылай тоқылады. Енді бір воздушная петля, келесі екі узордың ортасына крючокты кіргізіп, екі столбик без накида. 1, 2, 3 воздушная петля, тағы осы жерге екі столбик без накида. Батыр 1 воздушная петля. Келесі узордың ортасына тағы екі столбик без накида. 3 воздушная петля. Дәл осы жерге тағы екі столбик без накида. Мына жіптің ұшын бірге тоқып кетеміз, соңында кесіп тастаймыз, қатты ұзын болып тұрса. Келесі екі узордың ортасына екі столбик без накида, 3 воздушная петля. Қайтадан осы жерге екі столбик без накида. Одан кейін бір воздушная петля. Осылай әр петляға бір штук арка сияқты тоқылып шығу керек. Қазір бізде былай үшбұрыш болып тұр. Келесі қатарда біз мына 3 воздушный петляның ортасына тоқимыз. Бізде 11 болу керек. Тоқимыз. Екеуінің ортасына екі столбик без накида, 3 воздушная петля, тағы осы жерге екі столбик без накида, бір воздушная петля. Осымен бітеді осылай. Келесі узордың ортасына кіргізіп крючокты, бір столбик без накида, екі столбик без накида, 3 воздушная петля. Қайтадан дәл осы жерге екі столбик без накида, бір воздушная петля. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Мына жерге дейін 11 штук болу керек. Қыздар, соңға екі узордың ортасына тоқимыз. Бір столбик без накида, екі столбик без накида, 3 воздушная петля. Және осы жерге қайтадан екі столбик без накида. Біреу, екеу, бір воздушная петля. Енді мына жердің ортасына кіргіземіз. Жаңағы арка сияқты 3 воздушная петляны арка сияқтың ортасына кіргізіп соединять етеміз. Енді санап шығамыз. Қаншау? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Тура тоқыдық. Енді 3 воздушная петля подъема. Бұл бізде бір столбик с накидом орнын атқарады. Енді столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, 3 столбик с накидом тоқыдық. Бір воздушная петля. Енді жаңағы моншақтың біреуін әкелеміз, қоямыз. Моншақты жақындатып қойып петляның жанына бір воздушная петля тоқимыз. Одан кейін пико жасаймыз енді. Пико деген жаңағы 3-ші столбик с одним накидымның жоғарғы жағындағы петлямен мына астыңғы жағындағы бір петляны қосып алып, соединительный петлямен біріктіреміз. Сонда моншақ тура төбесінде тұратын болады. Енді накитіліп, жаңағы осы аркаға келесі 3 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді ортасында біз жаңа бір воздушный петля қойдық. Сол жерге кіргізіп, столбик без накида тоқимыз. Міне, осындай үшбұрыш болу керек бізде. Келесі накид алып, мына арканың ортасына 3 воздушный петлямен тоққаның 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, екеу, соңғысы үшеу. Енді моншақ қойып пико жасаймыз. Бір воздушный петля, бір моншақты петляға, крючокқа жақындатып қойып, бір воздушный петля. Кейін мына 3-ші столбиктің петлясымен 3-ші столбиктің бір қабырғасын қосып іліп алып, соединительный петлямен біріктіреміз. Енді дәл осы аркаға 3 столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді қыздар ортасына бір столбик без накида тоқимыз. Каждый арканың
алдындағы қатарда тоқыған 3 воздушный петляның ортасына тоқимыз. 3 столбиксіне кидім, 1 воздушный моншақ қойып, тағы 1 воздушный пико жасап, моншақ бұлай ұшында қалу керек. Тағы біреуін көрсетейін. Қалғандарын өзіміз соңына дейін тоқимыз. Накиділі баламыз, екеуінің ортасына бұлай ашып, ортасына тоқимыз. 1 столбик, 2 столбик және 3 столбик. 1 воздушная петля. Моншағымызды жылжытып жақындатамыз. Тағы 1 воздушная петля. Енді мына соңғы столбиктің басындағы петляға кіргіземіз және мына қабырғасынан 1 петлясына кіргіземіз да соединительный столбикпен біріктіреміз. Сонда біздің моншағымыз шында қалады. Енді дәл осы жерге 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді ортасында тоқылған воздушный петляға 1 столбик без накида. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне қыздар, соңғы арочка сияқтыға келдім. Енді осы жерге 3 столбик с накидом. 1, 2 және соңғысы 3. Енді бір моншағымызды қойып, пико жасаймыз. 1 воздушная петля тоқып аламыз бірінші, моншақты жақындатып, тағы 1 воздушная петля. Содан кейін мына 3 столбиктің петлясымен, столбиктің қабырғасындағы петлямен соединять етіп, осы аркаға тағы 3 столбик с накидом тоқимыз. 2 және соңғысы 3. Енді қыздар, біз бірінші қатарын бітірдік. Бізде жібімізде тағы 11 моншағымыз бар. Оны екінші қатарда үлкен-үлкен лепестоктар жасаймыз. Сол кезде оларды қойып тоқитын боламыз. Қыздар, біз ортадағы воздушный петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Және мына жердегі 3 воздушный петлямен соединять етеміз. Енді біз 1, 2, 3 воздушный петля. 3 воздушный петля көтереміз. Осы 3 воздушный петляны ұстап тұрып, тағы 4 воздушный петля көтереміз. 2, 3, 4. Енді жаңағы ұстап тұрған 3 воздушный петляға соединение жасаймыз. Міне осылай. Осы жерде мынандай арочка сияқты пайда болады. Енді 1, 2, 3 воздушный петля накиділіп аламыз. Біз мына жерден тоқыдық. Енді мына бір лепесток біткеннен кейін ортасына арт жағынан крючокты кіргізіп, дәл ортасынан арт жағына қайтадан шығарып, осы жерден жұмыс жібін тартып шығарып, 1 столбик с накидом тоқимыз. Енді 1, 2, 3, 4 воздушная петля жаңағы жерге соединение жасаймыз. Тағы 3 воздушная петля. Біз основасын тоқып жатырмыз. Қазір лепестоктарды осы арканың ішіне тоқитын боламыз. Накиділеміз. Келесі лепестоктардың ортасынан кіргізіп, мына жерден кіргізіп, арт жағына қаратай жұмыс жібін тартып шығарып, столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушная петля. Қайтадан мына жерге соединение жасап, арка жасаймыз. Мына воздушный петляларды. 1, 2, 3. Келесі лепестоктардың ортасынан кіргізіп, мына тұрған основасынан осы жерге қайтадан кіргізіп, арт жағына крючокты жұмыс жібін тартып шығарып, столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 воздушная петля. Қайтадан столбиктің басындағы петлямен соединение жасаймыз. 1, 2, 3 воздушная петля. Осылай 1, 2, 3, 4 болды.
осындай арка сияқты тоқуымыз керек. Келесі лепестоктарды біз осы 4 воздушная петлядан тұратын аркаға тоқитын боламыз. Осылай әр гүлдің лепестоктың мына жерінен кіргізіп, крючокты мына бетінен арт жағына шығарып, столбик с одним накидом тоқимыз. Сосын 4 воздушный петлядан тұратын арка тоқимыз. Осылай бізде 11 столбик аркасы бар столбик тоқуымыз керек. Соңғы лепестоктың ортасынан өткізіп, тоқып, 4 воздушный столбиктан арка тоқыдық. Енді 3 воздушный петля тоқып, мына ең бірінші тоқыған жеріміздің мына жерінен соединять етеміз. Енді 3 воздушный петля дәл осы жерден көтере береміз. Накид іліп, мына арка сияқтының ортасынан, жаңағы 4 воздушный петляның біз 5 столбик с одним накидом тоқуымыз керек. Мына 3 воздушный петляны қосып есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 1 воздушный петля. Енді моншақтың біреуін сырғытып әпкеліп қойып, тағы 1 воздушный петля көтереміз. Содан кейін дәл бірінші қатардың лепестоктарын тоқыған сияқты пико жасап, мына жерден соединять етіп, қайтадан осы жерге 5 столбик с одним накидом. 3, 4, 5. Енді мына 3 воздушный петля тұрған жерге 1 столбик без накида тоқимыз. Накид іліп ап, келесі 4 воздушный петлядан тұрған тоқыған арканың ішіне тағы 5 столбик с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 1 воздушный петля. Моншағымыздың біреуін сырғытып әпкелеміз. Тағы 1 воздушный петля. Дәл осы жерге пико жасаймыз осылай. Енді 5 столбик с одним накидом. Екінші жартысын тоқимыз. 3, 4, 5. Ортасына 1 столбик без накида. Жаңа дәл бірінші қатардағы сияқты, бірақ бұл жерде лепестоктар үлкенірек болады. Бұнда 5 столбик с накидом тоқады. Ал мына жерде 3-тен тоқығамыз бірінші қатарда. Дәл осылай әрбір мына арканың ішіне осылай лепестоктарын тоқып, соңына дейін тоқимыз. Ортасындағы 3 воздушный петляға 1 столбик без накида, ортадағысына аркаға 5 столбик с накидом, воздушная петля, моншақ қойып, 1 воздушная петля, пико жасап, қайтадан 5 столбик с накидом тоқимыз. Айналдырып, соңына дейін тоқимыз. Бізде 11 тал үлкен лепесток шығу керек. Соңғы арка қалды менде. Міне осындай үлкен лепестоктар осылай шығып келе жатыр. 11 лепесток болу керек. Енді соңғы аркаға тоқимыз. Соңғы мына домалақтың ішіне 4 воздушный петлямен жасағанымызға. 5 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, соңғысы 5. Енді 1 воздушный петля, моншақты жақындатамыз, және 1 воздушный петля. Енді пико жасаймыз. Соңғы столбик с накидомның 1 қабырғасын, және столбиктің өзінен 1 қабырға. Содан соединять етеміз. Қайтадан 5 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, соңғысы 5. Енді мына ортадағыдан 1 столбик без накида, және мына 3-ші воздушный петляға соединение жасап, 1 воздушный петля. Болды, жібімізді кесеміз. Біздің гүліміз аяқталды. Жақсылап тартамыз.
тоқымамызды тоқып болғаннан кейін осылай гүлдерімізге форма береміз қолымызбен. Өйткені біз гүл лепестоктарын тоққанда мыналарды былай жылжытып басып тастаймыз. Сол үшін осылай форма береміз. Артық жіптерін жасырып, мына ұзын қалдырған көк жіппен домашний тапочкаға тігіп шығатын боламыз. Осындай әдемі гүл тоқылып шықты. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген ойдамын.